Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде тақырып натурал сандар және 0. Бұл бізде 5-ші сыныптың бірінші тарауы, бірінші тақырыбы. Енді натурал сандарға келетін болсақ, натурал сандар дегеніміз бірден бастап саналатын сандар. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, кете береді жетістікке дейін. Енді бізде 0 саны берген, 0 саны натурал сандарға кірмейді. Натурал сандарды біз n атымен белгілейміз. 0 саны натурал сандарға жатпайды. Неге? Өйткені біз санаған уақытта 0, 1, 2 деп санамаймыз ғой. 0-ден бастамаймыз, біз 1-ден бастаймыз. Сондықтан натурал сандар 1-ден басталады екен. Енді натурал сандарды біз разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаза аламыз. Мысалы бізде 16521 деген сан берілсін. Біз бұны қалай жазамыз? 10 қосылған 6 қосылған 500 қосылған 20 қосылған 10. Мына жерде біз 10 мың деп алсақ болады. Бұл бізде мыңдық арпасында 1 10 мыңдық қосылған 6 мыңдық 5 жүздік қосылған 2 ондық қосылған 1 бірлік. Енді бізде бұны ондық санау жүйесі деп атаймыз. Ондық санау жүйесінде натурал сандардың орналасқан орнын позиция деп атаймыз. Мысалы, мына жерде 2 санының позициясы ол 2 ондық. 6 санының позициясы 6 мыңдық. Мысал келтірейін. 351 516 295. Осы жерден біз 5 сандарының позициясын табамыз. Мына жерде 5 саны ондықтың орындалды. Ондық. Ал мына жерде 5